турникті айтайықшы, мысалы, турник әр үйде бар. 1 миллион доллар Қазақстан бойынша турникте кім көп тартылады? Жоқ, андай шашымдандай болу керек деген жоқ, просто маған бетім мына жерге дейін. Досым, жағдай біз ойлағандай болмай тұр. Сол үйдің батыры Қолғанат өте намысшыл. Қолғанат? Не керек саған? Сен неге мектептен берген көмектен бас тарттың? Мен ешкім көмегіне мұқтаж емеспін. Олай мені кемсітпесін. Өзін біреу аяп қараса, ұнатпайды. Бәріне өз жеткісі келеді. Мен сен әрдайым қасындамын. Қолғанат, дем жүрші бол, әкеміз талып қалды. Білем, қате пікір. Қазір оған әкесіне қаржы тауып, емдету керек. Алло, досым. Жақсы идея таптым. Дайындал. Ол бала бірінші курс оқиды. Үйінде вечер жасаған. Екінші күні мамасы келіп тұр, үйден 350 мың теңге жоғалды дейді. Енді бұл істі бастамасан, қырам, жоям деп жатыр. Бұл істі саған тапсырдым. Болады. Жақсы. Мұнда барлық толық оқиға жазылған. Енді менің ақшамды қайткенде де тауып беріңіздер. Уайымдамаңыз, табамыз. Сізден тағы бір мәрте сұрайыншы. Ақшаны сенімді жерге жасап қойып, өзіңіз ұмытып отқан жоқсыз ба? Қызық екенсіз. Мен не сізге ақымақпын ба? Өзім жасырып өзім ұмытатын. 100% айттым емес пе, сол балалардың біреу алды деп. Өтірік бетіме күліп, үйіме келіп, асымды ішіп, ақшамды ұрлап, осыдан табайын мен көрсетем оларға. Жарайды, енді ашуланбаңыз. Ешкімді кінәлаудың қажеті жоқ. Барлығы тергеу барысында табылады. Сіз әзірге боссыз. Жақсы. Алло. Әлгі краж бойынша. Дереу бәрін тергеуге шақыршы. Әлгі апайдың баласынан бастаймыз. Түстен кейін осында болсын. Атың кім еді? Ұшқын. Ұшқын, қонақтардың бәрі группаластарың ба? Иә. Басқа ешкім болған жоқ қой, Жоқ.
Сонымен ненің құрметіне жиналған едіңдер? Жай жаңа жылдың. Жақсы, боссың. Есіңе бірдеңе түссе айтарсың. Иә? Не болды? Жай боспын ба? Жақсы, боссың. Sen narahati, kızlar narahati, balkar narahati, kızlar narahati, min narahati, min narahati, sen narahati, kızlar narahati, balkar narahati, kızlar narahati, min нарахати, min на кофе, в аккурате, билдинг заряжен в аппарате, едет быстрее, тим качки, денег много, всегда плати. Сіз кім боласыз? Әкесімін, есімім болады. Болат аға, қараңыз. Кәмелетке толмаған жасөспірімдер тергеу барысында Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне сай жанында ересек адам болуы тиіс. Сол себепті өзіңізді шақырып отырық. Есімің? Ару. Сезім. Бик. Зере. Жанар. Карина. Аман. Айдос. Еңлік. Аида. Фар. Тағы да сұрайын. Есімің? Фархат. Фархат. Кеше не істедіңдер? Кеше дейсіз ба? Кеше сабаққа бардым. Сосын? Сосын сабақтан шығып базарға бардым. Сосын? Сосын салонға бардым. Болды. Сезім. Вечер. Иә, вечерге бардық. Не істедіңдер? Биледік. Тамақ іштік. Ойын ойнадық. Шай іштік, сок іштік, балдар ішті. Сок іштік, гранатовый. Еңлік. Неге кешігіп келдің? Қайда болдың? Бір жерде болған. Нақтырақ қай жер? Макияжда. Ақшаны қайдан алдың? Енді сән салонына барасың. Оған ақшаны қайдан алдың деймін. Апа, сіз бердіңіз бе? Еңлік. Официант болып жұмыс жасап жүрмін. Оны ренжімеңізші. Мен жай істерді қинағым келген жоқ. Онысы да жағдайларыңыздың оңып тұрғаны шамалы. Сондықтан жасадым. Айдос. Группаластарыңды толықтай танып үлгердің ба? Ағай, бірақ бәрін емес. Енді айтшы. Ақшаң көп болса, ең бірінші қайда жұмсар едің? Ағай, шыны керек. Ол туралы вообще ойламаппын. Тоқта. Бас киім шеш. Көзіңе не болған? Есікке ұрғам. Қалай? Ол өзі басады, сосын өзімді ұстай алмай орып жібердім. Сонда есік деген мына сен екен ба?
Сен жазып тастадың ба деп зәрі жоқ. Қумашы. Мен тез мила деп ойлап тұрсың ба? Не деп жатыр? Түсінен қайтып шақырам дейді. Сен жазбасам болды. Кеттік. Мам, ештеңе бүлдірген жоқпын мен. Білмеймін неге шақырғандар. Мам, білем. Қызым, ешкімнің ала жібін аттама, ұрыспа, төбелеспе, мейірімді бол. Мам, бәрін білем. Біле білсеңіз, бұл колледжде менен тәртіпті қыз жоқ. Мам, ладно, мам, пока. Кеше вечерде ештеңе байқамадың ба? Жоқ. Ал сен ұшқын. Кімнен күдіктенесің? Шыны керек, білмеймін. Берші телефон. Мен вечерда телефонымды сындырып алдым. Сондықтан көп нәрсе байқамадым. Қыздар арасында құпия әңгімелер айтылмады ма? Жігіт туралы ма? Жоқ. Мысалға ақша туралы. Біреу көп ақша тауып алдым дегендей. Жоқ. Мен ешкіммен сырласып үлгермедім. Себебі вечер басында менің телефоным сынып қалды. Одан кейін менің көңіл күйім болмады. Вечер күні басқа да жағдайлар көзге түспеді ме? Я, түсті. Я, не жағдай? Жоқ, түспеді. Маңызды емес. Сезім, айт. Ой, ана Аиданың телефонын жанар құлатып алған. Соны ешкімге айтпашы деді. Мен неге айтып қойдым? Айттым ғой ағайсызге маңызды емес деп. Ренжитін болды ғой. Я, аман. Қалайсың? Жақсы, лейтенант. Сіз ше? Қазір немен айналысып жүрсің? Сол оқу. Жақсы. Бұрынғы істеріңді қойған боларсың? Әрине. Егер де ана ақшаға мен қатысым бар десеңіз, қатты қателесесіз. Мен түбегейлі қойған. Балалар үйінен шыққан соң көбі менен көреді. Бірақ мен өзгердім. Алдыма бір мақсат қойдым. Бірақ әлі сенбейтіндер бар. Қасқырдың аузы жесе де, жемесе де ғана. Жоқ, мүмкін бір жетіспеушіліктен алған шығарсың. Егер сен қатты мұқтаж болып жатсаң, айт, мен саған көмектесейін. Лейтенант, мен сізге айтып тұрмын ғой, ешқандай да қатысым жоқ деп. Ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін ажырата аламын, шүкір. Сосын бар ғой, ана ақшаны жетіспеушіліктен, мұқтаждықтан алған жоқ. Еріккен өз кайфы үшін алған біреу. Бұл өз ойым. Тоқташы, еш жандан ешкім көрмей тұрғанда тұрып қойды. Ертең қат бош жүрмін ба? Вообще далаға шығып кетші бар да, тағы біреу көріп қойса проблема. Самал, кеше вечерде ештеңе байқамадың ба? Жоқ, байқамадым. Точно? Тек группаластармен болдық. Анық. Сәл ойланып көрші, бәлкім есіңе бірдеңе түсер. Ештеңе. Кеше балалар қайта-қайта жоғарыға шыға берді. Мен жоғарыға көтеріп келе жатырғанда бір әңгімелерді естіп қалдым. Сонымен, Фархат. Түсінбедім. Сіз не үшін бізден допрос алып отырсыз? Әлде біздің бір нәрсе бүлдіріп дегенге дәлеліңіз бар ма? Сен сөйлей бастадың ғой. Тағы не айтасың? Ағай, не айтам? Бәрін? Түсінбедім ағай. Сізге мен бәрін айттым ғой. Басқа не керек? Жаңа досың біраз нәрсе айтты. Сен ештеңе айтқың келмей ме? Кім, Сұлтан ба?
Міне жақсы. Екеуің жоспарларың ба? Айт! Әлгі Фарама кім анау? Сені кінәлі қылады да өзі кетеді. Ағай, неге соның бәрін ұйымдастырған Фара? Мен тіпті оған айттым, болмайды деп. Мен жай ғана көмектестім ағай. Өтініш жібере көріңізші. Енді қайталанбайды. Енді не болды ағай? Сотталам ба? Ары қарай айт. Қазір қайда ол? Фарада. Ал? Фара. Әкел. Мынау не? Ақша қайда? Қайдағы ақша ағай? Мен ешқандай да ақшаны білмеймін. Ей, өтірік міңгірлеме. Ақшаның қайда екенін айтасың немесе сотталасың. Аға, шын айтам, біз ешқандай да ақша жайлы білмейміз. Бізде тек осы болды, және қасында сыра, сондықтан қыздардан жасырдық. Шын айтам аға, ешқандай ақша жайлы білмейміз. Шын айтам. Онда неге міңгірлеп отырсыңдар, ей? Ағай, тек білетініміз тек қана осы ағай. Біз шегіп ішкенімізді біліп қояма деп жасырғанымыз. Мойындаймын ағай. Іштік, шектік, оны мойындаймын. Бірақ еш нәрсе алмадық. Шын айтам ағай. Кешіріңізші біз. Енді қайталанбайды. Ей, сенің басыңда проблема бар ма? Жоқ. Әлде отбасыңды асырай алмай стрессте жүрсің ба? Ата-анаң бай ма? Жоқ. Әлде денсаулығың көп пе, а? Жоқ. Несіне жетісіп ішіп шегесіңдер, ей? Сендердің әке-шешелерің осылар оқысын, тоқысын деп бар тапқандарын сендерге береді. Сендер осаңдар сол тапқанды ауаға ұшырып. Білесіңдер ме сендерді не дейтін, ей? Санасыз дейді сендерлерді, санасыз. Қайдан алдыңдар? Ағай, шын айтам, мен ешқандай ақпаратты ештеңе білмеймін. Бар білгенім барлығын сіздерге айттым. Бос болсам жүре берейінші. Карина, саған колледж ұнай ма? Нормально. Сен үшін өмірде не маңызды? Біріншіден, конечно, мен. Потом семья, наверное. Знаете, наблюдать, как родители чуть не разводятся, это грустно. Это сильно влияет на ребенка. А еще үлкендердің сөзіне араласпа дейді. Хотя им совершенно все равно на цельность семьи. Ну, қызым, мы же говорили. И что, неправда, что ли? Семья бүтін күйінде қалу керек, пап. Қысқасы, тергеп болдыңыздар ма? Одан да кеше вечерден бәрінен ерте кеткен Хадишаны неге тергемейсіздер? Қызықсыздар. Тоқта. Не дедің? Қызықсыздар деймін. Жоқ, Хадиша туралы. Кеше ол вечерден ерте кетіп қалды. Алло. Әсел? Хадиша деген қыз неге тергеуге шақырмағансыңдар? Қалай телефонын алмайды? Маған адресін бер. Кел. Хадиша қандай қыз? Хадиша тұйық, көп сөйлеспейді. Білмеймін, но бірақ ағай оның үнемі қолдар көйер жүреді. Ол бір-екі рет киім жоқ деп сабаққа келмей қалған. Хадиша, кеше кешкісін қайда болды? Үйде. 7-8 шамасында. Ұшқының үйінде вечерде болғанбыз. Неге ерте кетіп қалдың? Әкем шақырып алды. 1 сағат үйде бол деді.
Мен соған асықтым, бірақ кешігіп бардым. Сол үшін ұрды ма? Жиі ұра ма? Бұл сенің өгей әкең ғой, байғұс қыз-ау, сенің жағдайың түсінікті болды. Апа, мен сізді түсінбеймін. Қызыңызға неге қарамайсыз? Бұндай жағдай жиі қайталанатыны анық көрініп тұр. Қазір Хадишаға сіздің мейіріміңіз керек. Ертең өз-өзіне қол жұмсаса қайтесіз? Сол қыз үшін жұмыс жасап жүрміз ғой енді. Жоқ, сіз мені түсінбей тұрсыз. Қазір Хадишаға бір нәрсе алып берудің қажеті жоқ. Ол қазір өтпелі кезеңде. Көбірек сөйлесіңіз, ақылдасыңыз, оймен бөлісіңіз. Қазір оған сіз керексіз. Сосын келесіде ана оңбағанның қасына тастамаңыз. Ағай, мен старостымын. Ертең сабаққа барғанда осының бәрін міндетті түрде айтамын. Түсіндірем, біз еңізді группа боламыз. Мам, Я қызым, мен ғой. неғып жүрсің? Ашасың ба, әлде осылай сөйлесіп тұрамыз ба? Ой, кешіріңіз. Амансың ба, қызым? Ал шыналарды. Мам, ауылдан көшіп келдіңіз ба? Ай, шырағым, көп сөзді қой. Мынау қысқы киімдерің, еттерің, студенттер қайыр бір тойып тамақ ішіп жүр дейсің. Әне-міне келем дегенше, мына жаңалықты естіп, ауылдан ұшып келдім. Анашым, осы сіз болмасаңыз? О, жаным. Ай, сен не білдірдің? Ана кураторың звондағанда, зәремішті ғой саған бірдеңе болып қалды ма деп. Осы 9-ды бітіріп жібергенім дұрыс болмады. 11-ді бітіріп асықпай келгенде ғой. Мам, айттым ғой, мен ешқандай кінәм жоқ. Жай бір түсініспеушілік болған. Сұрайтын сұрап, сосын жіберді. Мам, сіздің берген тәрбиеңіз, ақылыңыз менің әлі есімде. Мойындамаңыз, мен сіздің әлі үмітіңізді ақтаймын. Осыдан оқуымды бітіріп, жақсы маман иесі болайын, әлі ақсыге дәлдеймін. Жүріңіз, оданша шай ішейік. Мынау кімдікі? Ұлым, ұшқындікі болу керек.
Ұшқын, ештеңе дегің келмей ме? Ағай, мама, кешіріңіздерші мені. Мен жеңем деп ойладым. Бәрі сол ойынның кесірі. Мен енді ойнамаймын. Тек кешіріңіздерші, өтініш. Жоқ, сонда не сен ешкім білмей қалады деп ойладың ба? Апа, мен сізбен сөйлестім, сұрадым, бұрын соңды бұндай жағдай болған жоқ па деп жоқ дедіңіз. Енді ол кезде 2-3 мыңдап жоғалған соң мән бермеп едім. Жоқ апа, мен сізді түсінбеймін. Бұл жерде ақшаның көлемі маңызды емес. Маңыздысы мына балаңыздың ұрлыққа бейім болуы. Ақшаны оңай жолмен тапқысы келеді. Жарайды, болсын. Бұрын соңды бұндай жағдай болды деп басынан айтқаныңызда бәрі басқаша болар еді. Қараңызшы, қаншама адамның уақытын алдық. Не дегеніңіз есіңізде ма? Ақшаны алғандар нағыз тәрбиесіздер, ұятсыздар деген едіңіз ғой. Енді қараңыз, бәрі қалай болған. Ұры табылды. Енді не істейік апа? Арызыңыз бойынша жұмыс жасайық па? Жоқ, кешіріңізші, өтінем. Кешіріңізші. Мен бұлай болады деп мүлдем ойламадым. Бәрінен кешірім сұраймын, бәрінен. Бәріне кінәлі өзім. Осы баланың болашағы үшін деп еңбек еттік, тер төктік. Не ішем, не кием демеді. Бәрін бердік пе деп жүрсек, ең басты нәрсе дұрыс. Тәрбие бермеген екенбіз. Мен сізден қатты ұялып тұрмын. Жақсы бала мерейіңді өсірер, жаман бала өшірер деген. Әр істе бір пайда бар. Бүгінгі жұмыстың қорытындысы бақытты болу үшін көп нәрсе керек емес екені. Тоқтаусыз тәрбие тыныштықтың белгісі. Бала жақсы мен жаманды айыру үшін тәрбиеден айырма. Балалар да бүгінгі күннен көп сабақ алды деген ойдамын. Біреуге отбасындағы татулық, біреу жақсы сөзге, тіпті біреуі өмірдің мейіріміне мұқтаж. Ал біреулер ерте есеюге құмар. Қандай жағдай болмасын, өміріңді өзің басқарып, кім болатыныңды, не істейтініңді шешетін өзің. Ол сенің таңдауың.
жолу көбейді, көп болды заман, қылмыскер болды нашақор балаң. Кінәлі дейміз бәріне заман, заманды қолдан жасайтын адам. Жасайсың досым кімдермен егес, бұл сендік таңдау, сендік жол емес. Әке шешеңді жылатпа, бұл менен саған айтылған кеңес. Мәңгілік жас болып орында қалмайсың, қателіктерді түзете алмайсың. Ата-ананың қадірін біл, батасың алмай бақытты болмайсың. Ата-ананың батасын алмай бақытты болмайсың, бақытты болмайсың. Бастың істемеген екі аяқтың соры, жастықтың келген ажыратып онды солы. Дұшпандар көре алмай құлатқан таудан, төменен тұра алмай жағадан алған. Өмірге адам келмейді қайтадан, басып ала қадам жүреді жақсы мен жаман. Ашылып жарам, қиналып барам, емдеші уақытым кешірші мамам. Іште қиналып көздерім қызарған, күнәлер жиналып маңдайға жазылған. Бәрің тастап қайтадан басынан, режиссер тоқтат, бұл кино қаралған. Ата-ананың батасын алмай бақытты болмайсың, бақытты болмайсың. Ата-ананың батасын алмай бақытты болмайсың, бақытты болмайсың. Ата-ананың батасын